Баршаңызға сәлем, біздің Ақ Дастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен С витаминінің атасы, нағыз қайнар көзі лимон жайлы керемет пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Ол үшін арнамыздан алыстамаңыздар және видеоның соңына дейін көріңіздер. Себебі бүгін сіздер алатын ақпарат бұрын соңды естімеген өте тың ақпараттар болып табылады. Ал енді жалпы лимонның пайдасы қандай, оның зиян тұстары қандай, лимонды қай кезде тұтынуға болады, қай кезде жемеуге болады, сол жайлы толығырақ танысатын боласыздар. Лимонның жемісі ең алдымен жарқын сары түсті және қышқыл дәмімен баршамызға танымал. Әрқайсысы алма немесе апельсин тәрізді лимонды да толықтай адам жей алмайды екен. Себебі бұл цитрус болғандықтан ол қышқыл дәмі және оны құр өзін көп адам жей бермес. Бірақ біз бұны десерттерге, цитрусты сусындарға, салаттарға, тұздықтар, ет тағамдарына қосып отырамыз. Себебі нағыз сол тағамдарға керемет дәм беретін жеміс болып табылады. Тамақтанудағы аспаздық әмбебаптан басқа лимонның ерекше емдік қасиеттері де бар. Бұл адам ағзасына көп қырлы әсер ететін кең пайдалы жемістердің бірі. Лимон калориясы өте төмен жеміс болып табылады. Яғни 100 грамм өнімде небәрі 29 килокалория ғана бар екен. Лимонның құрамында С витаминінің үлкен қайнар көзі бар. Сондай-ақ Е, А, В1, В2, В3, В6, В9 витаминдерінің көзі болып табылады. Лимон жемісіндегі минералды заттардың арасында калий, кальций, мырыш, фосфор, магний, марганец, мысты да кездестіре аламыз. Пайдалы қасиеттерінің арқасында лимон бүкіл әлемге танымал болды. Біздің ағзамыз мұндай жемістерді қажет етеді, бірақ оны пайдаланудың шегі бар. Өйткені шамадан тыс қолданған жағдайда организмге кері әсерін тигізуі мүмкін. Лимонның құрамында аскорбин қышқылы көп мөлшерде болғандықтан ол қартаюды баяулатады. Онкологиялық аурулардың дамуына кедергі жасайды. Холестеринді ағзадан шығарады және денеге қуат береді. Суық тиюдің немесе тұмаудың алдын алу үшін қолданылады. Құрамындағы дәрумендер иммунитетті нығайтады, нәтижесінде адамның ағзасы аурумен тиімді күресе алады. Сондай-ақ оның көмегімен дене температурасын да төмендетуге болады. Лимонның шырыны стресске қарсы тұра алатын құрал. Оның көмегімен көңіл күйді жақсартып, эмоционалдық жарылыстарды азайтуға болады. Лимон асқазанға пайдалы. Ол ішекті тазартады, токсиндерді шығарады және зиянды бактерияларды жояды. Лимон шырынның косметологияда кеңінен қолданылады. Оның негізінде көптеген маскалар жасалады. Яғни үйдегі кремдеріңізге немесе маскаларыңыздың құрамына қарайтын болсаңыздар, міндетті түрде лимон шырынын кездестіре аласыздар. Себебі лимон құрамындағы макро және микроэлементтердің арқасында май бездері қалыпқа келтіріледі. Терінің ылғалдылығы сақталады, безеуді кетіреді және әжім мен қартаюдың алғашқы белгілерімен белсенді күресе алады. Егер ангинаның алғашқы белгілері байқалса, тамақты лимон шырынмен шаю ұсынылады. Бұл процедураны әр 3 сағат сайын қайталауға кеңес беріледі. Құрамындағы калий қан қысымын нормаға әкеледі және миды нәрлендіріп отырады. Сонымен қатар сүйектердегі кальцийді сақтайды. Пайдасының орасан зор екенін көрдік. Ал зияны бар ма? Зияны әрине болады, бірақ кімдерге, қай кезде? Бұл цитрус жемісін аллергияға бейім адамдарға, жүкті және емізетін әйелдерге, кішкентай балаларға және бүйрек ауруынан зардап шегетіндерге жеуге болмайды. Өте қышқыл болғандықтан асқазанды тітіркендіреді. Сол себептен ұйқы безі қызметінің бұзылуы, ұлтабардың ойық жарасы мен энтерит ауруларының пайда болуы мүмкін. Лимон көптеген емдік қасиеттері бар пайдалы жеміс, бірақ оны тек дұрыс пайдалана білген жөн. Лимонның пайдасы талас тудырмайды. Тропикалық жеміс ретінде С витамині жоғары деңгейде. Салқын мезгілде лимон мен шай ішкен иммунитет үшін аса пайдалы.
әлемнің атақты асханаларында тағам дәмін күшейткіш дәмдеуіш ретінде де қолданылады. Лимон ағашы Азияда плантацияда тіпті бөлмеде өсіріледі екен. Лимонның пайдасы мен зияны туралы көптеген қауесеттер мен даулар бар. Әрине, ол қайшылықтан шығу негізінен дұрыс қолданбауында, яғни кімдерге қай кезде қолданғанын дұрыс білсек, лимонның пайдасы өте зор. Лимон шырыны және жемістің целлюлозасы биологиялық белсенді заттардың мол болуына байланысты көптеген пайдалы қасиеттерге ие болып табылады. Лимон құрамында темір және калий көп мөлшерде бар. Тропикалық жемістердің бұл қасиеті қызыл қан тамырларының санын арттыруға және қан тамырларын нығайтуға көмектеседі. Лимон қан қысымының қалыпты деңгейін және жүрек жұмысын сақтауға көмектеседі. Бұл жеміс өте жақсы антиоксидант, қартаюдың баяулауына көмектеседі. Лимонды пайдалану энергия тапшылығын жоюға, зиянды холестериннен құтылуға көмектеседі екен. Сондай-ақ лимондар эпидермис пен терең тері қабаттарындағы да жағымды әсер етеді. Жемістен алынған эфир майы безеулер мен бөртпелерді емдеуге орасан зор септігін тигізеді екен. Яғни баршамыз лимонды күнделікті тұтынып отырсақ, немесе лимон қосылған суды, немесе лимон шырын ішетін болсақ, біздің ағзамызға, терімізге керемет зор үлесін тигізетіндігін көзіміз жетті. Егер біздің видеомыз сіздерге пайдалы болған болса, онда біздің міндетті түрде біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.